Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видео мотивациялық видео болсын деген ниетпен түсірдім. Өзімнің тоңазытқышымды қалай пайдаланамын, азық-түліктерімді қандай контейнерлерде сақтаймын, сол жайында сіздерге көрсетемін. Менің тоңазытқышым қатты үлкен емес, сондықтан да әрбір полкасын тиімді пайдалануға тырысамын. Видеоны тоңазытқышты босатып және жуудан бастайық. Тоңазытқыштың полкаларын раковинаға сала отырып жуып аламын. Тек қана фериді пайдаланамын, басқа ешқандай химия қолданбаймын. Жуылған полкаларды осылайынан төңкеріп қоямын. Суы сарқылып, суы кепкеннен кейін майлықтың көмегімен сүртіп аламын. Үлкен және жалпақ полкаларды әрине раковинада жуу өте ыңғайсыз. Көптеген адамдар оны ваннада жуады екен, бірақ мен ваннада жууға кеңес етпес едім. Полкалар жуып болғаннан кейін енді тоңазытқышымды сүртіп аламын. Бұл жерде де ешқандай химия пайдаланбаймын. Тек қана сулы шүберектің көмегімен сүртіп шығамын. Және мұз жиналмайтын болғаннан кейін тоңазытқышты ерітпеймін де. Жұмыртқаларды дүкеннен алып келгеннен кейін міндетті түрде мен раковинаға салып, жылы сумен жуып аламын. Жуған кезде тек қана ас содасын пайдаланамын. Дүкеннен келген кезде жұмыртқалардың сырты өте лас болып келеді. Сондықтан да мен оны өзім губка арнап қоямын. Арнайы осы жұмыртқа жууға сол губкаларымен жуып шығамын. Жуылып тазаланған жұмыртқаларды тоңазытқыштың полкаларына сақтаймын. Қазіргі кезде өте көп жұмыртқа сақтайтын контейнерлер бар. Мен үшін осылай ыңғайлы, сондықтан да мен осылай өзінің полкасына салып сақтаймын. Менің тоңазытқышымда осындай екі ақ контейнер бар. Біріншісіне артық сары майлар және таңғы аста желінетін қаймақ, сырларды сақтаймын. Екіншісіне шұжықтарды салып қоямын. Тоңазытқышымның жеміс салатын полкасы біреу ғана болғандықтан мен контейнерлерге осылай жемістерді бөлек салып қоямын. Өзіме осылай ыңғайлы. Майонезді де мен осындай контейнерде сақтағанды жақсы көремін. Бұл тек қана визуально әдемі көріну үшін ғана. Бұл сіздер де осылай сақтаңыздар деген сөз емес. Өзіңізге ұнаса осылайынан контейнерлерге салып қойсаңыз, тоңазытқышыңызды ашқан кезде тап-тұйнақта ешқандай артық түстер, артық визуалды шумдар естілмейді. Біздің үйде ең көп тұтынатын азық-түліктердің бірі бұл сүт. Мен сүтті де осындай кувшинға құйып қоямын. Бұл да тек қана әдемілік үшін. Бұл кувшинді мен Икеадан алған болатынмын. Жалпы менің көптеген контейнерлерім осы Икеа фирмасынан.
Бұл видеода азық-түліктерді тоңазытқышта қалай сақтайтынымды және қандай контейнерлерді пайдаланатынымды көрсеттім деп ойлаймын. Егер де сіздерге аз да болса мотивация берген болсам, онда каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, кез келген комментарий қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.